Бәріне сәлем, бұл кино әңгіме Джон Уик 4 фильмнің барлық киноляптары. Зындандарда жасырынып жүрген батырлар әрдайым осындай үлкен залдарды табуға тырысады. Олардың ішіне әуе лайнерлерін сақтауға болады. Егер біреу алдын ала отынға бензин құймаса, бұл отынды жағу қиынырақ болар еді. Бұл едендегі отты жолдар не үшін қажет? Джон оларды тік кадр болған жағдайда арнайы дайындады ма? Көгершін патшаның қолында 20 секунд бойы жанған сіріңке, оның саусақтарына дейін жанбайды. Тіпті бір сәтте қолынан да жоғалып кетті. Джон Уик танада құрбандарының артынан бар жылдамдықпен шабады. Түсте қуу сол қарқынмен жалғасады. Дегенмен ешбір ат тоқтаусыз, тіпті аптап ыстықтықта осындай қарқынмен жүгіре алмайды. Олар қазірдің өзінде осы уақытқа дейін баяу жүруі керек. Өлтірілген шабандоз құмға құлаған кезде оның өзі де, оның жылқысы да із-түзсіз буланып, барлығымен бірге шауып бара жатқан кенеттен ол жоқ болып кетті. Міне, бұл дәл осындай керемет атқыш үшін өте мүлт тигізбеу. Сондай-ақ режиссер күннің қай жақта тұрғанын қадағаламады. Осылайша ол аспанда мына жаққа немесе ана жаққа секіреді. Кейде ол секундтың ішінде бұлттардың артына өтеді. Бірден сөніп қалады, бірақ кешке қарай ол қайдадан шарықтау шегіне секіреді. 1 минуттан кейін қайдадан отырады. Бір сөзбен айтқанда өзін еркін ұстайды. Такова жизнь, сэр. Бір кейіпкер сюжетте бұрын айтылған сөйлемді ирониялық түрде екіншісіне қайтарады. Артқы көріністе Уинстон Харанның алдында, бүйірлік көріністе оның жанында тұр. Қала орталығындағы қонақ үйдің жарылысы керемет көрінеді. Тек осындай зарядтарды орналастыру үшін менеджерге берген 1 сағаттан сәл асады. Осы уақыт ішінде ол тек барлығын әрең эвакуациялайтын еді. Джон Уикті жою үшін құдіретті басқарма соқыр адамнан жақсырақ келетін ешкімді таппады. Әрине, егер қаскүнемдер жақын туысын өлтіреміз деп қорқытпаса, бұл істі ешқашан қолға алмас еді. Кажется, бывший напарник. И даже друг. Клише, батырдың жауы бір кездері оның жақын досы болған. А что это осень? Жапондар бір-бірімен таза ағылшын тілінде сөйлейді, көрерменге ыңғайлы болу үшін. Дегенмен, кейде еш себепсіз жапон сөз тіркестерін қосады. Трус молчит, мудрец слушает. И кем же будешь ты? Кейіпкер басқа біреудің әңгімесіне араласады. Неліктен Каин бұл әңгімеге басынан бері қатыспады? Енді ғана салтанатты түрде пештің артына шығуға бел буды. Ол ескі досын таң қалдыру үшін орындықтың артына тығылды ма? Маркиз елшілерінің басын автоматпен атып тастау. Міне тағы, біз садақтарда келеміз. Оның көмегі жоқтан сәл артық. Содан кейін біз көрерменге қылыштары бар кардебалет ұйымдастырамыз. Ал зұлым қолбасшылар әрине өз қол астындағылары таяқ жеген соң ғана өз адамдарын шығарды. Оның алдында оларға бұрышта отыруға тапсырма беріп, басшының қажетті соққы алғанын күткен сияқты. Неліктен олар Симадзу мен оның адамдарын көргеннен кейін 1 секундтан кейін атпады? Оқтар әрқашан қосалқы кейіпкерлерге ұшады, сюжет үшін маңыздыларын мұқият айналып өтеді. Жоқ линзаларға қан тамады. Ең күшті қарсылас одақтастарға көмектеспейді, тек олардың өлімін күту арқылы ғана күреседі. Бәрі құлаған кезде салтанатты түрде шығу үшін әдейі жасырынған сияқты. Ал Каин қалайша көрсеткендей нысанаға оқ атуы мүмкін. Оның көзсіз бәрін анық көруге мүмкіндік беретін джедай күші бар ма? Ендеше оған алдынан жерде сезіну үшін таяқтың не керегі бар? Ол шайқаста жауларын алақандағыдай көрсе, ол басқа жақсы көзі көретін адамдардан дәл аталмайды ғой. Тек қана баудың ботинкасындағы дауысын естіп, қабырғадағы құрылғы секундтың бір бөлігінде орнын өзгертеді. Әлемде жіптен тігілген күртешелердің оқтан жасырынуға мүмкіндік беретін дүниеде мата жоқ. Кейіпкер жаудың артынан қалқан сияқты жасырынып оқтарынан құтқарылады. Ал содан кейін оны соңғы сәтте құтқарады, жау оны нысанаға алған кезде. Бұл клишені осы жерде абсурдқа және сәл алысқа жеткізді. Кейде тіпті авторлар бізді мазақ етуді шешкен сияқты. Бір көріністе қарсыласын пышақты жұлып алғаны анық көрінеді. Тек Джон аяғына тұрғанша күтеді. Содан кейін миындағы оққа қарамастан біраз уақыт тірі екен анық. Әдеттегідей зұлымдардың Джонның басын атуға жақын жерден тырысуы тіпті кеменің апатқа ұшыраумен аяқталады. Ол қандайда бір күш өрісімен қоршалған сияқты. Жекпе-жекте жауға міндетті түрде жұмыртқасына ұруы керек. Бұл жер әдетте ең мұқият назар аударуды қажет етеді. Мистер ешкім тікелей мәтімен Джонға марапат сома сәлі өскен кезде оны өлтіретінін айтады. Сондықтан Джон кетер алдында неге оның басын атып тастамағаны жұмбақ болып қала береді. Әсіресе бұл түрдегі кейіпкер қазір бірінші рет көретінін ескерсек, және ол сөзбесіз оған ешкім. Неліктен кішкентай қарақшыларды ойланбастан өлтіруі керек?
Ең үлкен қауіп-қатерді тірі қалдыруды зұлым сценарист тыйым салады ма? Акираны босатқан Каин Джонмен бір метро вагонында қандай да бір ғажайыппен кездеседі. Ол оны перронда арнайы күткендей. Сонымен қатар вагон атмосфераны бұзбау үшін қызыл түсті қайғылы жарықтандыруға ие болды. Джон пиджактың оң жақ ішкі қалтасына төсбелгіні салады. Уинстонмен сөйлескенде оны қарама-қарсы жақтан шығарады. Мистер ешкім Джонның әр қадамын қадағалап отырады. Оның бір жеріне құпия GPS сенсорын жабыстырғандай. Мылтықтың заряды адамды кеудесіне шойын ядросымен тигендей лақтырады. Джонмен бірте-бірте сөйлесу кезінде оны драмалық ету үшін арнайы асуға іліп қою керек. Его смерть ничего не меняет. Тағы да бұл орыстар жабайы екпінмен. Діни қызметкері Катяның іс жүзінде құлағын айтады, бірақ ол одан жарты метр қашықтықта тұрады. Я есть Клаус. Я есть Клаус. Олар галактика сақшыларына осындай сілтеме жасады ма әлде не? Келесі көріністі мүмкіндігінше арнайы түсірілген сияқты барлығын ызасына шығаруы үшін көрермен сұраққа жауап ала алмайды. Қалай Джонның басына $20 миллион сыйақы беретін, оның өлтіргісі келетін адамдармен қоршалған әлі де ол тірі және сау отыр. Қарғыс атқыр неге оның шіркеудегі әкесі маңдайына екінші рет оқ атпады? Жарайды, ар намыс үшін қандай да бір этикеті ұстанғысы келетін ескі достар. Бірақ мүлдем бөгде бұзақылар оны бірінші мүмкіндікте қалай атып тастамады. Бұл одан да күлкілі. Килла Уик оның басы үшін келгенін жақсы біледі, және бұл жігіт тарихтағы барлық кино ақмақтарынан асып түсті. Ол тіпті өз өлтірушінің дәл қасында отыр. Поглядим. 4 деветки и 4. Жоқ, ол сөзсіз джедай. Бірден маңдайға оқ ату қызықсыз, алдымен кіндікке бірнеше оқты саламын. Сондай-ақ шектеусіз патрондардың әдеттегі жағдайы. Джон күзетшіден алынған тапаншадан кем дегенде 100 рет оқ атады. Және егер біреу қаруды оның қолынан түсіріп алмаса, дәл осындай мөлшерде оқ атар еді. Жаңа ашық ақмақтық. Килла кенеттен рукопашный ұрыста өте қауіпті қарсылас болып шықты. Ол саусақтарыңызды бүгіңіздер. А. Семіздікпен ауырады. Б. Астматик ингаляторсыз өліп қалады. В. Жекпе-жек алдында құйрыққа 1-2 оқ алды. Ақырында Г. Тарихтағы ең жақсы рукопашный күрескермен жекпе-жекке шықты. Ол оны жұтқыншағына дәл бір соққымен құлатуы керек еді. Неліктен айналадағы адамдар ештеңе болмағандай билеп жатыр? Бұл клубта әр жарты сағат сайын би алаңның ортасында балталармен төбелес өте ма, немесе бізде массовканың орнына медузаның миы бар мисыз боттар ма? Осыдан кейін Джон Уик аман қалып қана қоймай, тіпті жаңа жекпе-жекке шықты. Өтінемін, басына оқ атпаңдар. Тек қана жұдырықпен, балтамен, ол сендерді керемет түрде өлтіреді, содан кейін кетіп қалады. Толық сандырақ, мистер ешкім қолын кесіп тастады. Ол ауырсынуды басатын дәрілермен өмір сүріп, мүгедекке жол бермеу үшін дұға ету керек еді. Сондықтан оны дұрыстап бинттеп, көзін жыпылықтатпай төбелесуде қолы мысық азап тырнаған сияқты. Батырды өлтірудің орнына зұлым онымен сөйлесуге кіріседі. Оның шығу жолын тапқанын шыдамдылықпен күтуде. Міне, бұл сенімді көрінісі бар Мэйд. Ескі ережелерді білуші Уинстон дуэлистерінің бірі қайтыс болған жағдайда оның екінші адамы да өлім жазасына кесілетінін білмеді. Как изволите биться? Насмерть. Бір түрлі жауап. Бұл шын мәнінде міндетті екен ескере отырсақ. Прошу замены. Кто бьется за вас? Каин. Ескі ережелерді білуші Маркиздің дуэльге өзінің орнына қалаған адамын шығаруға құқығы бар екенін білмеді. Кем дегенде сұрақты ұсынбас бұрын сәл егжей-тегжейін зерттеуін керек еді. Оны сәл білмесен. Джон Уик погибнет. И его секундант. Сәл күте тұр. Сен жеңіліп қалсан, өлетін екінші адамың кім болады? Не буду. Бейся за себя. Осы кезде Каин Маркиздің қолында қызының тағдыры бар екенін түсініксіз түрде ұмытып кетті. Сондықтан ол бәрібір бәріне келіседі. Бәлкім, оның жай ғана басынан шығып кеткен шығар. Джон мен Каин шіркеуге барған кезде оның ішінде бірде-бір келуші жоқ. Маңызды сәтте аяқ астынан шатаспау үшін. Магазин на 21 патрон. Әрине, олай емес. Стандартты ұзындықтағы магазин өзіне 21 оқты қосады. Олардың ең үлкені 17 болады. Джон радиодан оған аулау ашқаны туралы хабарламаны естіді. Сондықтан ол жерге әдеттегі таксимен барудың орнына түнгі Парижді аралап құйрығына шытырман оқиғаларды іздейді. Неліктен қаскөйлердің ешқайсысы Уиктің жақын шайқаста қаншалықты жақсы екенін біле тұра, оны жолдың арғы бетіндегі қарапайым мергендік мылтықтан атуға тырыспады. Неге олар онымен төбелесуге тырысады, өздерін атып тастаумен бірдей болса? Қалай болғанда да Уикті байқаған жерде 1 минуттан кейін 20 кісі өлтірушілер жиналды. Егер Париж халқы негізден олардан тұрмаса. Сондай-ақ өлтірушілер 70-ші жылдардағы мұқият қалпына келтірген американдық көліктерде жүруді жақсы көреді. Және мен түсінемін. Ол кезде машиналар мықты болған. Бірақ
бір сызсыз қалуы екі талай және алдындағы әйнегі осындай соққыдан кейін әшейінде ұшып кетеді. Бірақ шамасы бұл Додж. Нет, это Оптимус Прайм. Негізінен сынуы мүмкін емес. Апаттық сынақ кезінде ол бетон текшені өзі сындыратыны анық. И теперь он катится к триумфальной арке. Сен мұны қайдан білесің? Парижде тәулік бойы кезекшілік ететін дүрбісі бар тікұшақ ұшқышы бар ма? Қуудан кету әрине қарсы бағытта болу керек, әйтпесе қызық емес. Париждегі Триумф аркасының астында мәңгілік алау жануы керек. Артқы қанатқа осы күшті соққының салдары да байқалмайды. Джонның магазинде 21 патрон бар. Бірақ кейіпкер тек көлік пен зұлымдардың айналасында шеңберлерді кесіп тастайтын сахнада ғана 40 рет зарядсыз орындады. Оқ тесігі бояудағы патронның сақиналы сызатпен бұрғымен бұралған. Париждегі кейбір көліктер тіпті салонында жүргізушісі жоқ, таза автопилотпен жүреді. Сонымен қатар кадрлар арасындағы сыртқы жарық түсірілімі арасында үзілген. Шындығында мұндай хаоста машиналар бос сақинада лезде қазылған сияқты тұрар еді. Бірақ олар ашуланған сигналмен бұрынғы жылдамдықпен өтіп кетеді. Фильмнің авторлары әлі күнге дейін көліктердің бүйірлік терезелері сынған, ал алдыңғы әйнектердің триплекстен жасалғанын біле алмайды. Бірақ бұл фильмде олар орындармен ауыстырылған. Кажется, у нас все под контролем. Кейіпкердің сөздері бір секундта болып жатқан нәрсеге мүлдем қарама-қайшы. Джон мотоциклді ештеңе болмаған жерден көтереді. Мұндай қулық үшін батыр ашық күйде газды кептелудің жолын табу керек еді. Джон есіктерді ашып үйдің ішіне жүгіріп кіреді. Келесі кадрда олар қайтадан мықтап жабылып тұр. Зұлымдар оларды екінші рет ашады. Және бұл өте қызықты қараусыз қалған үй. Оның алдыңғы есігі құлыпталмаған және қандай да бір себептермен барлық бөлмелерде жарық жанып тұр. Оқ басынан алыс ұшады. Ішке оқ өткізбейтін жилет жекпе-жек алдында кию керек емес, ал оның ортасында соңғы секундта. Неліктен мистер ешкімнің итін бірде-бір зұлым атуға алаңдамады? Режиссерден сұраудың қажеті жоқ, ол өзі де білмейтін сияқты. Сіз күткендей, барлық кішігірім жаулар ақмақтар сияқты. Ең жақсы шайқас тактикасы аты сызығына жүгіріп шығып, өліп қалмауына сенімді. Жоқ, олардың арасында бір-екі ақмақ болуы мүмкін. Бірақ бүкіл команда үшін бұлай өз-өзіне қол жұмсау тым көп. Алайда қартынысы патрондары кері қайтару қабілеті төмен болғандықтан жартылай автоматты дробовик пайдаланылмайды және жалын шығарғыш сияқты адамдарды өртемейді. Париж полициясы финалда бүкіл қырғын кезінде жоқтығымен аман-есен жарқырайды. Түк етпейді, қандай да бір адамдар қаланың қақ ортасында сандырау атыс ұйымдастырды. Көңіл көтере берсін. Осы кадрға қарап кейіпкер өз-өзіне қол жұмсауды шешкен сияқты, бірақ сценаристер оған құлаған жерге жұмсартатын микроавтобусын салып қойды. Ал жамбастың сынуымен 2-3 ішкі мүшелерінің жыртылуы ше. Иә, бұл адамдарға қатысты, бірақ матрицаның өлмейтін өкілдеріне емес. Джон маркиздің қолбасшыларын дәл алдында тұрғанын көрмеді, өйткені камера олардың бағытына бағыт алмаған. Оның артындағы баспалдағы жеңілген жаулардың денелерімен тығыз жабылған. Бірақ Джон төмен қарай домалап бара жатқанда оның жолы мүлдем бос болды. Айтпақшы, батырдың тоқтауға әрекет жасамай, әдейі әрі қарай домалап бара жатқанын анық байқалады. Кейбір жауыздарды Каин қылышын қадамайды, тек көрініс жасайды. Тыңдармандар бір-бірінің үстіне жатып күлді. Фильм авторлары мүмкін білмейтін шығар. Күн шығуға 1 минут қалғанда аспан жарқырап тұрады, ал мүлдем толық қараңғылықта тұрмайды. Каиннің ақ желкесі қанға былғанған, біраздан соң қайтадан таптаза, сосын қайтадан қанға былғанған. Бірінші атудан кейін кейіпкерлер бір-бірін кездейсоқ қарама-қарсы қолдарын жаралайды. Ескі ережелерге сүйене отырып, дуэлист өзінің заңды нысанасының орнына өзі қалаған адамды тыныш атып тастай алады, және бұл да жеңіс деп саналады. Что ж ты никак не сдохнешь?